қалай десек те мына ерлі зайыптылардың ұрыс керісі ұмытшақ ауру болу керек та. Барлығын көңіліңе, жүрегіңе ала берсең, ауру болып қаласың. Еркек те солай, әйел де сондай. Сондықтан да күндіз ұрыстың ба, түнде татуласып кет. Бала шағаңды көргенде көңіл ажарың ашылады. Егер біз оның барлығын кертіп, күніге соны тамызық ете беретін болсақ, шайтан мақтамыз. Өміріміз өмір. Қолыңа жара шықса да бар ғой, оны көбейіп қаси берсең қан шығады. Ар жағында не болды? Қан сүйекке өтеді, ол жазылмайды бүгін ертең. Сол қышыған жеріңе ақырындап керекті майын жағып қойды, тыныш жүр, тез жазылып кетеді. Сол секілді нәрсе ғой. Біз бір-бірімізді қуып, бір-бірімізді зарлата бергенмен еш нәрсе өзгермейді шынында. Отбасы ынтымақтастығын сақтау үшін әрқайсымыз өзіміз айнаға қарап, ойланып, кеткенімізді, өткенімізді күзеп, алға қарай дұрыстап ұмтылсақ, сол кезде бір нәрсе өзгереді. Әйтпесе өзгеретін еш нәрсе көріп тұрған жоқ.